Шәріп деген кезде біздің балалық шағымызда көзге Геннадий Головкин елестейтін еді. Қазіргі балалардың, қазіргі жастардың көзіне бүгінгі біздің қонағымыз елестейді. ННН. Бүгін бізде қонақта Нұрдәулет және де оның көлігі Lamborghini Urus. Мен Ерғазы Әзімханұлы, Майкар KZ арнасы Урусқа толыққанды бірінші қазақша шолу. Кеттік! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдік, брат. Қош көрдік. Алдыңғы шығарылымда сен айтқан болатынсың, келесіде Алла қаласа, егер көп қаралымдар жинайтын болса, көп белсенділік көрсететін болсаңдар, мен сендерге толық гаражыңды көрсетемін деп. Енді толық гаражға татитын бір көлігіңді көрсетті. Шолуға дайынбыз. Қарсы алыңыздар. Қарапайым қазақтың Арыстан деген көлігі. Арыстан ба аты? Арыстан. Енді мен бағана жаңа бас жағында айтып отырмын ғой. 3 әріп, 1 түс депші. Тіпті логотипінің өзі сары машина тауып алыпты депші. Сары. Енді сары түс деген. Қазір ламбаға келеді түсін. Сары десе ламба сразу еске түседі. Сары десе ламба, қызыл десе Феррари еске түседі. Сондай болып тұр. Неге таңдау осыған түсті? Қандай көлік жалпы, бағалары қандай, таңдаған кезде қандай қиындықтарға ұшырадың, соның барлығын айтып берсең. Мәселен енді мен білесің ғой, машина қатты түсінбеймін ғой, маған ұнайтыны бұрында Арман, Ламба. Бір жағынан неге осындай джип варианты, потому что бұл әлемде бірінші джип спорткар. Бұл джип па әлде кроссовер ма? Кроссовер ма сондай дейді? Кроссовер, кроссовер. Седан емес, купе емес десе үлкен десе. Кроссовер. Екіншіден бойымыз ұзын ғой, сондықтан андай ламба болмайтын болды, осы ламбаны алатын болды. Бейтіп отырып жүрген деген жоқ па? Ана өзі Скорпионның өзі сондай, GT-дің өзі сондай еді, кішкентай еді, қазір спокойно отырасың, ыңғайлы. Кең әдемі әйтеуір. Қаншалықты өзіңе андай сенімділік береді мына көлік? Мысалы, ламбалар көп емес, именно осы Урустар көп емес қалады, мүлдем. Білмеймін, сенімділік қалай беретін. Можам білмеймін, ойламаппын. Мен просто адам айтады, аттан түспе палуан дейді, қазіргі заман аты ғой. Сондықтан да кішігірім. Көлік андай болды дейсің ғой, қазір деңгейіміз өскен сайын көлікпен біліне береді деп жаңағыдай. Сондай болып кетті да андай. Не ойлайсың? Мен өсіп жатырмын, жұмысым өсіп жатыр деп көлігімді өсу керек деген секілді. Жұмысым болғасын алып жатырмын ғой. Жақсы техникалық нелерін таныстырсаң, қандай объемы қалай? Білмеймін, капотын ашып көрсетейін ба? Или асықпай ашамыз оны? Аша бер. Аша берейін ба? На месте тұрып көре берейік те барлығын. Бағасы қанша дедің? Негізі общий $360 мың, 200 миллион деймін домалақтап. Негізі 180 бір нәрсе миллионға шықты. 200 миллион теңге тұрады. Енді 200 миллион теңге тұратындай қандай бұл көліктің артықшылықтары бар? Барлығымен таныстырсаң, оптикалары қалай, мотор қалай? Артықшылық дегенде? Бұл ламба ғой болды ғой дейсің. Ламба бұл басқа. Әңгіме жоқ, ламба дейсің болды. Ламба. Жоқ енді. V8 және бұл Lamborghini Арман балалы кезімдегі және тағы да айтарым. Қат жүреді? 100-ге 3-5 секунд, по-моему. Қанша бұның көлемі? 650 аттың күші. 650 аттың күші бар, объемы? Объемы 4. Объемы 4, иә? V8? V8, 4. В общем, фарлары енді таза көз болар, фарлары білмеймін енді. Алдыңғы Мерседес қанша жылғы нысаны бар еді? 629. Екеуі де сток. Екеуі де қайсысы озатын еді деген ба? Негізі анау енді жеңіл ғой, седан ғой. Осы күтім, бірақ енді бұл ламба ғой. Ламба ғой. V8. Енді сен алғалы бері бұл көліктің қай жылғы машина? 2021. 21 жылғы, 11 мың пробег. Мүлдем капотын ашпаған шығарсың? Ашпадым, енді бірінші рет ашып тұрды. Енді мотор осы, в общем, мотор осындай примерно. Барлығы жабық тұрады, кәдімгі люкс машиналардағыдай. Андай, шенке су құймайсың да ма? Құймайсың ғой. Құймайсың ғой, су. Бұл суды андай бензиннен өзі шығарып алып келеді десең. Айналдырып өзі қояды, өзі аварат өзінде. Ана жерден құяды екен суды. Хотя бы соны көріп ал бірі. Ол неге ғой? Бір ашқан кезде. Стеклоға ғой. Соны айттым ғой, стеклоны құймайсың ба сен? Стеклоға құямын ба? Құясың ба? Антифриз явно құймайсың ба? Антифриз тошы құямын ба? Деп жауап қоясың. Сен осындай екен. Фаралар қалай? Фаралары? Анау қарсы келе жатқан адамдардың көздерін слепить етпей ма? Білмеймін. Трассаға шыққан жоқ па әлі? Трассаға шықпады? Шықпадым әлі трассаға. Мен негізі бұрында алдыңғы машинам пробегін бүйтіп айдаған тұғым. Сақтап қаладан шықпағам. Таразға ғана жарысып барған бір рет. Бұл
Ал енді бұл машинада енді бұйырса қалаларды аралап ауылдарға барғым келіп жатыр көбінесе. Ауылдарға аралап, ауылдарды көрсетіп, кішкене болсын мотивация болып. Не обязательно Дубайға бару керек. Андай ма, ауылдағы балалар, ауылдағы жігіттер кішкене мотивация болсын деп, олар қалаға келіп ламбаны іздеп жүргеннен гөрі, одан да мен ламбаны іздетіп ауылдарға барайын деп. Андай нәрсе бар просто. Ламба мен ағалы бер, ламбаның бағасы түсіп кетті деп прикалывать етеді балалар, достарым. Кім айтады? Біреу айтты достарымызды. Не айтады? Типа, сен ламба мінгеннен кейін ламба қызық емес болып қалды дейді да. Андай да енді бұл жағын дух қой енді ол да. Досың ламба болса өзіңе де ой, ламба ма деп андай өлердір. Ол досымда жүр ғой. Иә, досымда жүр ғой деген сәл рух береді, сондықтан да жастарға енді кішігірім мотивация болсын дедім. Таза ұрыс енді. Нөмір 333 алдыңғы білесің, 313 еді. Уже 333 қойдым. Бұл Бентлиде тұрған нөмір. 313 енді басқа машина қоямын бұйырса. Қазір 333 NN13. Мынау әдемілік жарастырған сияқты негізі андай. Зеркалка дегеннен гөрі прям бәрі бірдей болып. 3 деген сан. Мынау камерасы 360. Дистроник, парктроник деген әңгімелер айтпай қойған. Түсінбеймін ондайды. Сен оны бір білетін бір оқырманмен, если еще может обзор істеуге болады. Өздерің білмейміз. Енді қара, мынаны мысалы сен ламба алдың, андай бола ма екен? Андай бас кетіп қалған адамдар болады, тюнинг жасағысы келіп, алған машинасына бір нәрсе істегісі келіп, бұған сондай істейтіндер бола ма екен? Бар, енді бұда мысалы сен GT-ға пленка істедің, иә? Мына өз цветі. Мына өзінің түсі. Енді бұған ондай тюнинговать етіп, дискісін ауыстырамын. Мына что-то маған мына жері ұнамайтын еді дейтін жерлер бар ма? Негізі почти бармайды, бірақ қосуға болады егер Мансари ма, тюнинговать етуге болады. Мансари деп. Соны істеуге болады, күшті көрінеді. Иә. Соны істеуге болады, күшті көрінеді. Және де әріпте жазсам ба дептім, енен бірақ білмеймін, онша емес болып қала ма. Ана кім, Әлбектер жазып жатыр сияқты ма? Иә, енен онша емес болып қала ма. Фирма машинасы сияқты болып қала ма дептім. Фирманың ана не сияқты болып қалады сияқты. Ана уже ойнатуға дайындап жатқан сияқты. Есіктер, есіктер әдемі жабылады, ма? Шумоизоляциясы қалай? Дыбыс изоляциясы. Жақсы, өте жақсы. Келен емес сен бұл енді. Бірақ жабылады. Бірақ андай бар ғой, присоскасы бар ғой. Мақтанып қойсаң, присоскаға мақтанып қойсаң. Давай. Түк білмейтін болсаң, присоскаға мақтанып. 200 миллионды бүйтіп қояйық, и соны ақтатшы маған, давай, көрсетші барлығын. Ақтайын ба, общем. Бұл бітесің, 200 миллионның пульті Lamborghini ғой енді. Любой жерге барсаң, бұл білініп тұрады. Ана нең келмесе мысалы Мерседестердің кілті, Ренжиктің кілтіне ұқсап кетеді, Ренжиктің кілтіне Hyundai'ның кілтіне ұқсап кетеді. Просто барасың ресторанға. Бүйтіп қоясыңдар, болып отыра бересің. Ресторанға кірердің алдында обязательно деп көрді. 200 миллионға тұратын. Қараңыздар, кеше сіздерге Панамераны көрсеттік, қандай болатын кілті? Міне Урустың кілті міне осындай болады екен. Бұл да сары, иә? Керемет. И мынау енді қай елде шығатын машина білесіз? Италия. Иә, итальяндық бренд екен, барлық жерде өздерінің туын пиғайтын. Енді Алла қаласа болашақта Қазақстаннан да осындай керемет машиналар шықса, Қазақстанның туы осылайынан бүкіл жерде жүреді деген ниетіміз бар. Краны тұрса, кранмен несі андай, иә? Алтын, иә, фотолокка дедім. Қош, кіріңіздер үйге. Үйім жоқ, үйге кіріңіздер. Сыртын барлығын бітіріп алайық. Бітіріп алайық, арты. Ана, неде сен алда GT түсірген кезде дөңгелектері қатты қымбат тұрады деп айтқан едіңіз. Мұнан қалай бұл? Қанша? Бұл да өте қатты қымбат тұрады. Бұл КамАЗдың дөңгелегі алсақ, бойымыз дөң почти. Бірде өтіп отыр. 20 қанша? 22 ма? Қанша? 20 қанша айтамын қазір. 23. 23 па? 23, иә. 23 па? Иә, 23 деп тұр. Сонда зауыттан шығатын өзінің сток дисктар 23 болып шығады? 23-тан қашады. Бірақ мынау жалпы силуэттің несіне көзінде вообще силуэтке қарасаң көрінбейді мынау. Қатты 23 үлкен екен шын. Сендер бір эксклюзив жаңа айтайын, машинамды түртіп алдым көрдің бе? Пленкасын. Ешкім білмейді бірақ оны ше. Пленкасы жыртылып кетті. Кім түртті? Қай жақта түртті? Мен ғой темірге түртіп алдым парковканы. Қараңдар. Өзіңе? Жылап жер жаздадым ғой. Бұл көлік полный бронепленкада шығар. Иә, полный бронепленка. Каска міндетті түрде шығар. Каска жоқ енді. Ойла неге? Каска енді бұйырған, біздің каска. Бұйырған болады деп. Бұйырған көреміз. Жоқ, каска алу керек. 200 миллионға машина батсың да, 400 мың теңге қанша? 500 мың ба? Қандай каска саған? 8 миллион теңге каска. Мұнан каскасы ма? Тағы бір машина алу керек. Касканы алу үшін. 5% ғой? Іші қалай? Кеңдігі қалай? Артының қалай? Арты кеңдігі жақсы. Бісміллә деп міне. Енді мұны арты кең ғой, бұл кроссоверға брат, Арты жақсы. Артына сен андай. Предпоследний несі андай. Ал бір төмен, мына жерде телевизор ғана жоқ, қалған бәрі бар. Алдыңғы неде GTS-те сен, неде? GTS деп болған. Алдыңғы GT-де сен айтушы едің андай, мен артына балаларды көп отырғызамын, сол ыңғайсыз деп шандай. Қазір мына жерде апор-топор деп бір-бірінің үстіне мініп алса да спокойно отырады екен, Жақсы. Жоқ, әдемі. Вышивкасы бәрі әдемі. Ана нелері тұрға әлі андай ше, сап-сары ше, тігістеріне дейін. Брат, енді мен қанша да шолу жасап жүрсем де, қанша обзорщик болсам да, енді мынандай машина шығаратын зауытқа, ламбаға енді андай. Мына жерлерін қат екен деп айтатындай. Неге деңгейге жетпеген сияқты, Алла қаласа бұйырса, әлі көптеп бір 5-10 жыл түсіріп жүрсек, сол кезде айтатын шығар мүмкін.
что такое мына блин алькантара эмес башка нерсе істесең болот еді ғой деген сияқты. Сол себепті артық айтып андай алып қосар ештеңем жоқ. Әр қазаққа осындай бұйырсын деп. Ал міне Нұриктің ішінде отырмыз, машинасының қуырыстың іші осындай болады екен. Толыққанды қарап алыңдар, жақсылап тұрып, брат, АСМР жасап тұрып көрсетші, әрбір күні. Оталдырайын басына. Оталдырасың. Оталдыру үшін ана ашасың. Құдай мау дейсің, самолеттағыдай дейсің ғой. Кинолардан көретін сияқты ашылады екен, көрімдік. Енді мына жерде мынау артқа салатын. Мынау нелер бар, ана режимдер. Спорт, корса, көтерілетін. Не ол корса деген не ол мысалы? Ең спорттың типа андай финиште жарысатын ғой, корса. Спорттың обычно Терра Нева деген тауда андай батып қалғанда көтеретін машина солай. Скорость нарада. Тип тройнинг сияқты. Тип тройнинг сияқты, нарада. Мынау задний былайынан. Заднийді мына жақтан қосып, Д-ны мына жақтан қосасың, иә? Іші мына жақта полный. Полный мына жақта нелер, экран, мына жерде бағана медиа экран. Мына екеуінің айырмашылығы неде? Мынау климат контроль ма или не? Иә, климат контроль бағана настройка. Именно машина несі тұрады, настройка тұрады, именно. Бағана парковка, анау мынау деген. Ал мына жақта бағана медиа. Орталық консоль әдемі екен, иә? Барлығы карбонмен. Колонка ғой, немене? Ол да колонка ғой, иә? Колонка. Колонканы әдейі мынандай менсе қойған, музыка былай шығып, былай саған қарай кетсін деген. Мынандай бар екен өзінің. Камера полный түсіреді, артын жаны полный. Алдын, иә? Иә, өйткені 360 қой бұда енді. Түртіп кетуі мүмкін. 24 сағат қосылып тұрады шығар камерасы. 24 сағат қосылып тұрады. Әр 3 күн сайын өлшеп отырады өзі. Аккумулятор отыр қалмай ма? Жоқ, қосылып тұр. Полный осындай руль. Минусы айтпашы, минусын айтайын. Да. 5 минусын айтса, 1 минус. Құрметті хейтерлер, ламбаны ағамды көре алмай жатқандар деп айтайын, кішігірім. Мені ренжімеңіз, уайымдамаңыздар, онша емес. Минусы бар. Андай. 1 минус андай. Басасың өйтші? Бүйтіп бәріне до конца түсу аппаратының үстіне көрдің ме? Былай апарсам болады. Көрдім. Былай апарсам болады, бүйтіп тұрып кетесің де болады. Көбісі білмейді ғой вообще. Сосын екі жағдай мысалы, оңға жүріп жатасың мысалы, артқа жүріп жатасың да, алға салу үшін мынандай таппай қаласың мына жерде, мынандай. Сол минус бар. Өте минус екен. Осы егер ламба аламай қалсаңыздар, осы уайымдамаңыздар, минусы көп екен осындай. Тағы да? Тағы. Сосын ана қара, несін бензин құятын қарсы, датчигін. Мынандай ғой бензин құятын датчигі ше. Кәдімгі жигулитке сияқты. Өжудыр, әшейін сенсор емес ештеңе. Ана Жигули сияқты не ол деп түсінбей тұрған шығарсың, ана жақта камерада бәрі бірдей болып көрініп. Мынау әшейін андай. Бөлек андай әшейін жанатын ғой андай датчик қойды. Электронный емес. Сол минусы және екінші, үшінші минусы қандай өзі? Жалпы брат, ламбада отырсаң, ондай минустарына мән бермей жүрсің енді. Қарайсың ғой жайлап. Үйреніп аласың. Андай тұрсасың. Мынау минустары деп емес, сен соған бейімделуге дайын тұрасың ғой да. Сіздерде де сондай минус болсын бұйырса. Тек қана сондай минустармен бастарыңыз ауырып жүрсін да. Андай болмаған минустармен жүріп. Андай байлардың минустары. Енді мына историясын білесің ғой, логотип қалай пайда болған? Lamborghini'дің историясын жалпы. Киносын көру керек ма? Көріп отыр. Мә, киносы шын мәнінде өте мықты. Мен саған да, мына жақта көріп отқан көрермендерге де кеңес беремін көруге. Бірақ бір жаманы әйелмен бала шағасы, әйелмен ажырасып, әйелі қайтыс болып кетіп, басқа біреуге үйленіп кеткен болмаса, былайынан өте кәдімгі мотивация беретіндей. Өзінің не ғой? Lamborghini прям. Lamborghini деп жазсаң, кинода жүрсең сразу шығады. Ол барып Феррариға барып ше, бұның әкесі тракторлар айналысқан ғой, трактор шығарумен. Сөйтіп Феррариға барып, сенің машинаң дерзкий, бірақ сенде бір-екі минус бар деген кезде, Ферраридің основателі бар ғой, негізін қалаған. Сен барып одан тракторларын істей берсей деген ғой оған. Содан ол мотивацияланып қатты. Содан мен машиналарым... Ол Lamborghini ме? Жоқ, Lamborghini. Ford против Ferrari емес. Fordта ол бөлек история. Олар жарыста мили-мили ұтамай қалқата береді. Мынада прям сөйтіп айтады. Мен сенің тормозной системаңды, тормозной системаны бір нәрсеңді үшін өзгертуге күшті нелерім бар, идеяларым деген кезде ол отчувать етіп жүрдім. Жоқ керек емес деп. Сосын алдыларында ең әдемі, ең мықты, ең қатты жүретін машина Lamborghini деп таныстырған жерлерінде бір андай. Красавчик дейсің да анағанша. И мына бұқаны прикинь. Маған осындай логотип керек депші, логотип керек и креатив, короче, андай, білмеймін деп, короче, бір ұстаға бере салады. Мынаны әшейін, андай бүйтіп, кәдімгі қылыш жасайтын ұсталар болады, темірден, қарапайым, сондай жасаған ғой мынаны. Бүкіл әлем қолданып отыр. Жас енді Lamborghini ма? Lamborghini деймін өзім. Джин дейсіз ба? Бізде негізі тмд елдерінде Lamborghini деп атайды.
Өздерінде анау аралар келіп жатыр ғой. Мына аралар қара, бал аралар бал деп ойлап келіп жатыр деші. Тәтті тартып тұрады деші. Италияда жалпы нелерде Lamborghini деп айтады. Иә, солай да. Lamborghini'дің кроссоверінің жүк салғышын көрейік. Не бар өзі ішінде? Өзі ашылатын айтшы, ема. Мен тағы да бір плюс 200 миллион дақтайтыншы. Ой, енді. Әдір. Не салып жүресің? Запаска, не полник. Аха. Сыртын жабатын. Тренировка киім. Айтпашымен полигін көрмеппін, тота осы жерде қата тұрыңдар деп қарап жіберейін. Мынада полиг нормально тұр ғой, андай 13 мың теңге неба полигін салма. Мен сен салмайын деген негізі. Сапсырсың ба? Мен сол салмайын деген анда тез шығады. Запаска полиг өзің оригинал ғой енді. Анау да оригинал. Және сыртын жабатын. Су. Брони нелерін бәрі сырылмай нормально. Новый ғой, иә, істелмеген, ашылмаған. Қыз айдаған. Қыз айдаған ба? Иә. Не қыз екен ол? Ламба урус айдап жүрген. Қазақстанда қанша олар? 4-5 Сол қыздан қалып кеткенде көзің. Жоқ, осы Қазақстан деп. Ой, андай. Магазин жабаймыз ба? Сау-сау, давай. Негізі ана кімдер білесің ба? Гусейндар араласасың ғой достарың ғой. Иә. Солар бүйтіп тексеріп жүреді ғой, саусақтарын қойып. Бұл спорткар ғой, точно опасный бұл. Опасный да? Иә. Жылан жоқ па тексеріп көруге? Жылан жоқ, біраз басқа нәрсе қойып көрмесін. Наған қолын қойып көрейік. Давай. Аяғын қойып. Болды, осы жерде жазасыңдар. ННН қатыгез деп, ойыншықты аямады деп. Давай. Жаным, абаля. Мына. Қысылып қалды ғой. Жоқ, мынау жұмсақ қой просто. Жұмсақ қой. Қатты болса да қысып жіберетін сияқты. Қысат мынау. Жоқ, бұл қысып тастаған бұл. Көмектесіңдер деп отырмын. Аяғынан айырылып қойып жатыр. Короче, осындай не жасамай қойыңдар, эксперимент, қолдарының саусақтарынан айырыласыңдар. Қанша ламба болса да, қанша инженерлер мықты болса да. Қара, мен білесің, машинаның артына қараймын, как всегда, көтеніне. Көтеніне мықты енді. Байқап тұрсың, әдемі. Арты әдемі. Кез келген машинаны бірінші кезекте адамдар андай объемына қарап, немесе андай кейін алсам сатып жібере алатынмын деп сондайына қарап, әртүрлі енді вкустар әртүрлі болады ғой. Нурик, Нұрдәулет андай несіне қарайды, перроны қарайды. Алдында да өйстіп ауызға түсіріп келатырмыз, жетеді. Естеріңізде болса, мына жерде подложка қоямыз. И бүйтеді. Мынаның көтенін қарашы дейді. Саған ең ұнайтын жері көліктің сыртқы экстерьерындағы? Арты. Көтені? Сәл оғанда К деп басылатында арты дедім. Карты. Арты енді, ойласаңыз да шынан енді. Просто машина енді мен бәрі көреді көрсетті, арттан қараған кезде нормально кетіп баратсың деген ше, енді ұялмай ше арты. Андай машина болсын, мысалы маған 570-сің, 670-сің артын алмайды. 600-дің. Мен Lexus 600-дің арты біртүрлі болып кеткен. 300-тканы ана. Иә, сондай біртүрлі болып кеткен. Сол сияқты квадрат кетіп, коробка кетіп бара жатқан. Иә, ренжікті бұрынғы нелер сияқты болып кеткен. Кішкентай болып қалған. Defender'лер сияқты біртүрлі болып қалған. Мынандай жоқ, кино. Ондай жоқ ау деймін, по-моему. Бұл спортивный машина ғой, бұған зачем ондай? Бұл даже ішін көресің. Тақтай ма? Тақтай емес ондай. Заттары ше, асыл. Жақсы, керемет. Ал енді бісміллә деп ламбамен жүрейін деп отырмыз енді. Барлығымен таныстық, режимдарымен таныстық. Кішігірмен. Иә, мен айда бүйтіп тәлпіштеніп өзім айдайын деп жатқан жоқпын. Қорзын. Каскысы жоқ екен машинаның. Жүре бере ма? Жүре. Нормально. Нормально. Давай, чуть-чуть. Да. Давай. Ал, бисмилля, кеттік ал. 100-ге қаланың ішінде 40 жейді. 40 литр? Иә, қаланың ішінде. Мына қара. 40-та 4 литр. Егер соңғы ақшаларыңа андай жылап жүріп ламба алатын болсаңдар, онда бензиннен қатты қиналады екенсіңдер. 40 литр деген масқара ғой? Иә, 40 литр жейді. Көлемі трассада 25 литр жейді. Ну, прям андай кожа, рожа, диски, хром, это не машина, а целый дом деп ана Subaru туралы айтатынға келеді екен. Аудиосистемасы қандай? Білмеймін, Bang Olufsen жазылып тұр ғой. Bang Olufsen ба? Бұл негізі өте мықты не? Білмеймін. Аудиосистема. Ана бөлінеді ғой, Марк Левинсон, Олуфсен, сосын Босс деп ше? Бозе ма, Босс ба? Вот сол секілді мына өте. Енді ламба 200 миллион, қанша миллионға машина істеп тұрсың да? Әншілер отырмады ма машина? Әншілер ма? Отырған жоқ. Садрадин отырды. Садрадин. Садрадин отырған кезде өлеңін қосып, тексерші мынаны деп, до конца қойып. Ол музыкасы мықты шығады енді бірақ, потолок музыкасы қатты шығады. Ана біз ана базардағы автобус жасап тұрмын екен. Өзім машинам, өзім білмейміз қарап. Нормально, комментарий жазып отырыңыздар. Сондай болса сондай шығар деп. Мынау ол карбон. Иә, бұл карбон. Именно осы карбонды іздедім, негізі процессорлар көп. Реплика емес, бұл карбон, получается, андай комплектацияға кіреді, иә? Иә, кіреді. Предпоследний ғой, полный карбон, ішін бәрі. Только бағана несі жоқ, артына телевизор болды.
артыңғы телевизоры, қалған бәрі осындай, қалған бәрі. Бізде Майкарда осындай сатылымда бар ма екен, жоқ па екен? Жоқ қой, қанша болар Қазақстанда? Білмеймін. 5-еу бар, 4-5 штук бар. 4-5? Иә. Егер сататын болып жатсаң, алып кел Майкарға. Болды. Смело қарап, саған қанша баға? 200 миллион дедің ба? Тағы келісіп. Сендер өздерің бересіңдер ме ақша бірінші или олар сатып бере ма? жоқ, қара. Екі функциясы бар Майкарда. Автосалонға алып барған болсаң, несін міндетті түрде анау қосымшасын жүктеп алу керексің интернеттен. Сөйтіп жүктеп алып, неге тіркеліп қоясың, мен барып көрсетейін деп. Сөйтіп көрсетесің. Олар бірінші выкуп, яғни сатып алуға бағасын айтады саған. Міне біз осынша бағада барлығын тексеріп шығады да, саған 130 ба 180 пункт бойынша бүкіл несін айтып береді. Иә, түсіндім. Сырылған жерлерін айтады да бәрін. Сөйтті, міне бағасы осынша, біз осынша бағаға саған сатып аламыз, келісесің. Сразу наличка. Наличка, прям келістің деген күні, келесі күні саған ақша саударылады. Машинаны қалдырасың. Екінші функция? Екіншісі сен қалдырасың да, маған осынша ақша керек, 200 миллион. И сендер мысалы маған осыны сатып беріңдер, үстінен қанша қосыңдар. Олар өздерінің 8%-ын қосады да үстінен. И оларда не көп қой? Мысалы кредитпен анау мынау деген сияқты, соңға бармай-ақ деген сияқты барлық функцияларын қосып, адам сол жерге барған жерден кредитпен алса да, қалай алса да, көрген жерден алады. Сөйтіп сатып кете аласың. Бұл если что, сататын болсам айтамын. Цвет қалай айтылады? Білмеймін, сары ол. Тақ десең, эксклюзив бар. Ей, дейтін ба? Қалай шығады? Қалай шығасайшы? Прикол істейтін нелерім бар еді. Дің еткізіп ба? Дің еткізіп. Бұны ойнама, қорқышты бұл. Ода қорғасың еді, өзің қорқып жүрсің. Аспасы, ходовкасы, спортивный машина емес сияқты. Иә, жоқ, мағаны Дубайда айтадым ғой мен бұны. Сол кезде ходовка ұстады мен. Макларенді айтадым, Хураканды айтадым, үшінші осыны айтадым. Мынау кәдімгідей жұмсақ болды кәдімгідей. Ең жұмсақ. Иә, ең жұмсақ. Және бір мен қуанған, бірінші көрген кезде жылағам мынаны, Шымкентте көрген кезде. Тағы да айтамын. Өйткені андай да бұрында аренда ала ма дедім ақша, күніне $1000 аренда. Аренда ала ма, айға айтқан дом болсын. Саған орыс айтасам екен деп. Кеше кесіп Шымкентте СВХ-да тұр да. Йо, көрдім да Шымкентте Қазақстанға әкеліп тұрмын да өйтіп. Бір көзім жас кішкене келді сол кезде. Аренда аламай айтқан машина. Аренда. Құдайдың есеп етейін да, мен беріп тұрған $1000 ғой күнде. Мысалы айдап жүрген бір ай болды, $30,000 ғой уже почти сөздің ашығанда. Скидкамен алған өзінде бір $20,000 қаласың. Қалай бұл қай жақтан алдың негізі? Кореядан. Қалай болды? Кореядан неден алдым ба? Мына жер жақсы екен бәрі қараса, видеоға. Видео дем екен. Кореядан алдым. Фильм өзі әкеп берді. Мен самолетпен алдырдым. 3 күн, 4 күнде. Келді сразу. Бардың, көрдің, бірінші сезінді, көрдің, жылады. Ұнады. Бірінші Кореяда мен іздедім, көп іздедім. Мен қарызға ақша алдым оның бәрін. Сондықтан да мен стористерінде барын қарадым ғой. Сондықтан да маған сәл қиындау болды да. Ақша жағынан сосын ана растаможкаға келгенде ұзақ тұрып қалдым, ақша таппай қалыптым да. Растаможкасы қанша болды? Қазақстанда $88,000 ма сондай. $88,000? Иә. $8,000? $88,000. Ема, қанша ол? Өзінің бағасы бар да растаможка. Примерно бір 35 миллион ғой. Бір андай нәрсе бар екен да. Растаможкасының өзі 35 миллион, е? Бұрында утилизатор түсірт деді да. Утилизатор түсіріп растаможка көтеріп жүрген бір нәрсе түсінбей қалдық қой деген. Бұрын мен GT әкелгенде растаможка арзанға шыққан. Қазір вообще қымбаттап кеткен. Өте қымбат екен, машина қымбаттаған сайын. Енді қазір налог на роскошь деген салайын деп жатыр дейді. Ондай да бар деп жатыр. Иә, андай. Роскошь түсінбедім да, налог на роскошь неге арналған. Бірақ білмеймін. Қаттандай күшті машиналарға, күшті. Солай арналған ба? Қатты күшті. Роскошь деген сол күшті машиналар, үйлерің қымбат үй болса мысалы, сен андай қарапайым адам өзіне қақпалады деген сияқты. Иә, қарапайым адам өзіне ала алмайтын. Салу керек. Мен қойшы, мен қиналсам, көп адамдар роскошь салса зато біраздан күн қиналайын деп тұр. Иә, қиналайын деп тұр. Мен күн қоямыншы, бір машина алып бізге. Қорқатын ештеңе жоқ қой. Салсын, жақсы. Енді қанша ай дейін деп тұрсың, қанша уақыт? 1 жыл минимум, жарты жыл минимум деймін ғой. Онан соң жарты жыл одан кейін көреміз, тағы мүмкін машина болса алып қаламыз. Жанында дополнительный машина қосқым келіп қайтадан бұрынғыдай. Жаңа сары машиналарды толтырып. Енді бұйырсын, Алла қаласа бұдан кейін потологың өсе берсін. Мен көрдіңдер ме? Біздің қонақтарымыздың деңгейі өскен сайын біздің обзордағы көліктердің деңгейі өсіп жатыр. Шымкентке бұрында үйде бастадық, бүкіл машина бастап жайлап көтеріп келді. Қазір сол урыс түсіріп жатырмыз былай қарап тұрсаңыздар. Сол себепті өсе бер, брат, өне бер. Халықтың мақтанышы болып, жастардың мотивациясы болып жүре бер. Енді тілек айтып кеткен жандай алып қолдарың жайында депші. Все жақсы, енді міне Нурик дедіңдер. Келді, түсірдік, ұнады деген ойдамыз. Каналға қандай? Бұл Майкарға шығады. Майкар ма? Майкар. Құрметті осы каналдың оқырмандары, достар, інілендер,
барлықтарыңызға рахмет, сіздерге де бұйырсын. Ең қызықты комментарий жазыңдар, ең қызықты комментарийға өзіміз кішігірім сыйлығымыз келесі бір видео обзорда бірінші сіздердің аккаунттарын көрсететін боламыз және сыйлық әперіп жіберетін боламыз. Міндетті түрде екеумізден, хорошо? Қалайсыңдар? Қазір ең қызық көп лайк жинаған комментарийға екеуміз атымызда кішігірім сыйлық болады. Давай. Екеуміз атымызда бірге қосып береміз. Мен ғана емес, бірге. Иә, бірге қосып береміз. Давайте комментарий көп жазыңдар, лайк басыңдар, активіңізді каналға тіркеліңдер. Все. Келесіде қандай машина алады деп ойлайсыздар? Тауып көрсін. Жазыңдар, иә? Тауып көрсін. Сұрақтарың болса жазыңдар. Нурик арасында ең күшті сұрақтарға бір-екеуіне жауап береді. Шымен келесі машина кім екен қандай тапсыншы мен. Тағы машина аламыз жақында. Эксклюзив. Эксклюзив келесі. Жақында алатын машинаны ма или бұны сатып алатын машина? Жоқ, осыдан кейін. Осыдан кейін бір машина алайын деп жатыр. Соны кім табады, короче, соған сыйлық болады. Все, бір